болып кім шығады екен? Дәстүрлі әнші ме? Термеші ме? Бәлкім күйші болар. Оны бізге қазылар алқасы анықтап береді. Келесі болып Ардақ елеусіз. Бәкіл қолсын қошемет көрсетіңіздер. Келесі болып шығатын Ардақ елеусіз. Ардақ елеусіз жобада күй жанры бойынша бақ сынасады. Ардақ елеусіз. Бос уақытым болса, демалғанды жақсы көремін дейді. Демалысқа сирек шығатын Ардақ елеусіз. Қазанғап күй шақырғыш ақ желен күйімен Ақтөбе облысының намысын қорғайды. Күйшілікпен қатар ақындық қасиеті бар үміткеріміз жыр термені де өз биігінде орындай алады. Шатаспасам күй номинациясына қатысып жатсың, солай ма? Көңіл күйің тамаша ғой. Тамаша. Естуімше, Ақтөбеде өткен іріктеу турында атой салып алдыға ешкімді жан салдырмай өзің ғана атылып шыққан сияқтысың. Бүгін қалай болады? Бүгін де сол болады деп ойлаймын. Өз-өзіңе сенімдісің ғой? Сенім. Түріңе қарасам сеніп тұрсың, өз-өзіңе олай болса сәттілік тілеймін, Ардақжан, тек қана биіктен көрін. Ардақ елеусіз, негізі мықты домбырашы, оны өз көзімізбен де көргенбіз. Ақтөбеде өткен үлкен бәсеке, үлкен бәйгеде соңында бірнеше домбырашы қалды, бірнеше күйші қалды. Сосын оларды сахнаға шығарды, бір-бірімен күй тартыстырды, бір-бірімен жарыстырды. Ақыры Ардақ сол жерден жеңіп шыққан болатын. Бәсеке бар жерде сапада болатыны анық. Сол қаншама домбырашылардың ішінен озып шыққан Ардақ бүгін міне сіздердің алдарыңызда. Біз сіздің шәкіртіңізге табыс, сәттілік тілейміз. Бүгін қолы шаршамай, кез келген нотадан шатаспай, күйді өз деңгейінде атқарып орындап береді деген ниеттеміз. Риза болғаным, шертпе күй мен төкпе күйді бірге тартады екен. Жырлап тарт ішіңнен жырлап отыр, мақамдатып отыр, сонда демалып отыр, сонда күйің ана халыққа, тыңдаушыға жақсы жетеді.
Өйті. Қайырдың о азаматым ай. Ай бәрекелді, тамаша. Бір деммен орындап шықты. Өте тамаша. Ал қымбатты қазылар, Ардақ елеусіздің өнері еленді ме? Жанғали аға, естуімше осы Ардақ бір-екі рет бізден бір сізден барып сабақ алған ау. Бұл Ардақ шертпе күйді ғажап орындайды. Иә, шертпе күйді ғажап орындайды. Себебі біздің қолымызда мына колледжден бастап оқыды, кішкентай кезінен көз алдымда. Сол менен сабақ алғаны рас, мен өзімнің білгенімді алғыр оқушы болды, үйреттім. Шертпе күйдің қазір өзіме қалжыңы болмасын, кейбір жағдайларда конкурент болып та жүрген жағдайы бар. Сондықтан Ардақжанға осы бір тамаша қасиеті үшін қазақтың күллі мектебін, оның үстінде мынау құстың қыранның қосқан аты сияқты шертпе және төкпе мектебінде еркін қалықтаған үшін өз басым аса риза болып жүрмін. Мың рахмет сізге осындай шәкірттер тәрбиелеп шығарып жатқандарыңызға. Мынау Ардақты көріп отырып, мен сол мына жалпы өзіміздің осы жобадағы ән болсын, күй болсын, термеміз болсын, бұл атадан балаға, ұстаздан шәкіртке ұласқан бір қасиетті өнер ғой. Мінекей сол Бақыт ағамыздан, атасынан, әкесінен Еділге, енді Еділден мінекей шәкірті Ардаққа ұласып жатқан осы қасиетті өнеріміз әр кезде биік болсын дегім келеді. Ардақ, саған көп-көп рахмет. Осындай өнерді жаңа сен қолың емес, жүрегің тартты деп есептеймін. Көп рахмет. Қазанғаптың күйін толқып, сезініп, сондай сеніммен, сондай бабына келтіріп орындады. Өте жақсы, маған ұнады. Ардақна домбыраң шебері кім сенің? Алайын, мына. Мен қазақпын дейтін жобаның үлкен жаңалығының бір сен боласың ба деп ойлаймын мен. Қарагелді, міне қаздар алқасының пікірі саған тамаша жақсы пікір айтып жатыр. Халқының ардақтысы бол деп жатыр Ардақ саған. Бұл сені күту бөлмесіне шығарып саламыз, Ардақ, көп рахмет. Қаздар алқасының шешімін бағдарламаның соңында білетін боламыз.